Ассалаумағалейкум, құрметті ютубқа келген менің оқырмандарым, құрметті бауырлар. Бүгін пойыздағы әжейдің әңгімесі туралы қысқаша мақаланы дыбыстайтын болам. Маған тіркеліңіздер, лүпілшені басып, пікір қалдырып. Пойыздағы әжейдің әңгімесі. Астанадан пойызға отырдым. Купеде төртеуміз, немересімен бірге келе жатқан әже, бір студент қыз және мен. Жайғасып алған соң, бәріміз шай ішіп, танысып кеттік. Әжейдің жасы 70-те екен. Өте әңгімешіл, көрген түйгені мол кісі. Әр оқиғаны айтып отырып, сөзін үнемі, бұны неге айтып отырмын? Сендерге сабақ болсын деп аяқтайды. Содан ба, әңгімелері ойымнан кетпей қойды. Жастарға тәрбие сабағы болсын деген оймен жазып жолдадым. Бірінші әңгіме. Түнде күйеуім оятты. Беті қолы ұн, қолында тарелкаға салынған бір пирожки, үстінде бір свечи жанып тұр. Мен ұйқылы ояу едім. Туған күнім екенін ұмытып та кетіппін. Ол, жаным, торт алуға ақшам жетпеді. Қолымнан келгені осы ғана. Бірақ уәде беремін. Сені еш нәрседен тарықтырмау үшін қолымнан келгеннің бәрін істеймін деді. Көзіме жас келді. Ол кезде екеуміз де студентпіз. Сол пирожкидің үстіндегі шамды үрлеп, бір жылап, бір күліп алдық. Аллаға шүкір, күйеуім уәдесінде тұрып, менің армандарымды орындау үшін бәрін істеді. Өте еңбекқор, 6 баламыз, немерелеріміз бар. Аталарың әлі күнге дейін еркелетіп, әр жұма күні гүл сыйлайды. Жарды қателеспей таңдағаныма қуанам. Иманды, мінезі жайлы, білімді, келбетті әрі еңбекқор күйеу. Бұл қыздың ұтып алған лотереясы сияқты ғой. Әйелге әрқашан күйеуінің махаббатынан бөленуден артық махаббат керекті емес. Әйелге әрқашан күйеуінің махаббатынан бөленуден артық бақыт керекті емес. Ал еркек үшін әйелінің сый құрметін көру ғана қажет. Әйел сыйламаса, еркектің жүрегінде махаббат суып қалады. Сыйлаңдар да сүйікті болыңдар. Ерлі зайыптыларының арасында эмоциялық естеліктер көп болса, олар қиын сәтте бір-бірін тастап кете алмайды. Эмоциялық естеліктер алыс кетсе де сағындырады. Осыны да есте ұстаңдар. Әженің осы сөздерінде өмірлік даналықтар жатыр. Екінші әңгіме. 40 жыл өтсе де, мына оқиғаны есіме алсам, күлкім келеді. Бірақ сол сәтте күлкі емес, бір сәтте өмірімнің күл талқыны шыққандай сезім мен абыржу басым болған еді. Пәтер жалдап тұрамыз. Ауруханада кезекші медбике болып істейтінмін. Түнгі ауысымнан шаршап шықтым. Автобуста қалғып үйге әрең жеттім. Жата қалып, ұйықтауды ғана ойлап тұрмын. 5-ші қабатқа шықтым да есікке кілтімді салдым. Бұралмайды. Күйеуімді оятып алмайын деп, ақырын тағы бұрадым. Ашылмады. Сол кезде іштен әйелдің дауысы шықты. Бұл кім? Жүрегім зу ете қалды. Ойыма не бір күдік кіріп үлгерді. Күйеуім басқа әйелмен бе? Қалайша? Неге? Одан бұндайды күтпеп едім. Ажырасайын ба? Әлде кешірейін бе? Ары қарай онымен қалай өмір сүрсем деген көп сұрақ әп-сәтте ойымда жаулап алды.
Тамағыма өксік тығылып, даусым дірілдеп, «Ал сен кімсің?» дедім. Есік ашылды. Алдымда үстіне сүлгі жамылған бейтаныс әйел тұр. Екеуміз де аңырап қалдық. Ар жағынан ер адам даусы естілгенде ғана мен басқа пәтерге кеп тұрғанымды түсіндім. 4-ші қабатта тұр екенмін. Қызара кешірім сұрап қаштым. Адамның ойы не деген жүйрік десейші, мен онымен ойша ажырасып үлгердім ғой. Бұл жағдай маған шаршаған кезде асығыс шешім қабылдамауды, байыбына бармай байбалам салмауды, махаббатымды суытып алмауды түсіндіргендей болды. Және түсіністіктің маңызын ұқтым. Таңғы тәтті ұйқысынан бұзбағаным үшін әлгі әйел ашуланып ұрысса да болар еді ғой. Бірақ ол сабырлы болды. Бұл да бір үлкен өнеге. Пойыздағы әженің әңгімесінің әр қайсысы тұнып тұрған тәрбие, сабақ, ғибрат. Шіркін-ай, азаннан кешке дейін түрік сериалдарын көріп отыратын менің әжем пойызға мінгенде қасындағы жолаушыны серіктеріне не айтады екен деп ойға баттым.